Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін шымшыма тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен нанын елеп аламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз және су қажет болады. Жұмыртқа қоспаймыз. Бұл тағамды әркім әртүрлі дайындайды, мен осылай дайындаймын. Өзіңіз отбасыңызда қанша адам бар, соған байланысты ұнды елейтін боласыз. Мен 2 адамдық, жалпы 2 адамбыз, біз 3 адам, баламызбен 3 адам, 2 порция дайындаймын шамамен. Бір үлкен көше жасап жатырмын. Ең алдымен ұныма тұзды қосып, жақсылап араластырып аламын. Суды құйып, жұмыртқамен елесе қалың болып кетеді нан, сол себептен жұмыртқасыз еленеді. Сосын жазғанда да жұп-жұқа қылып жазу керек. Қатты болмау қажет, жұмсақтау болу керек қамырымыз. Қамырымыз дайын болуға жақындады. Айналасының бәрін жиыстырып, басын біріктіреміз жақсылап. Неге достар, сәл қолға жабысқақтау қамыршықтың енді бұнда болмайды. Осы қамырымызды енді кішкене бір демалып аламыз. 10 минут, 15 минуттай сосын бір бастырып жіберіп жазатын боламыз. Оған дейін біз картоп, моркоп, жуа, ет дегендерді турап қоятын боламыз. Мінекей достар, қамырымыз бір 10 минуттай демалды. Енді қолымызбен бір бастырып жібереміз. Сонан соң мінекей қанып тұр. Енді қазір жазатын боламыз. Достар, мен қазір нанымды жазуға кірісетін боламын. Мінекей менің наным жұп-жұмсақ болып тұр. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, нанымды жазуға кірісемін. Жұп-жұқа қылып жазуымыз керек. Мінекей менің қамырым осылай жайылып шықты. Қазір бұны біз 4-3-те етіп кесетін боламыз, оны көрсетемін. Ал қазір біз мына жақта етімізді қууға кірісеміз. Қазанымызды қыздырамыз. Мен тоңмайға жасайтын боламын. Етті шамамен міне мынадай қылып көлемдерін қатты ұсақ етпей осылай турап алдым. Қатты ұсақ қылған маған ұнамайды. Қазір піскенде де ол жаңағыдай кішірек қалады көлемі. Сондықтан осындай көлемде істедім. Қазір біз мінекей қазанымыз қызып бастады. Мен тоңмай пайдаланып жатырмын. Майымызды сәл ерігенше күтеміз. Картопты осылай істедім шамамен. Жуаны да осылай турадым. Және морков. Мінекей достар, майымыз қызып жатыр. Енді біз етімізді салып, етімізді шыжғырып аламыз. Қатты шыжғырмаймыз. Кішкене шыжғырамыз. Қазір осының үстіне бірден жуаны да саламын. Бірден жуаны да салып жіберіп жатырмын. Бірге қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз. Достар, мен енді мына дайын болған қамырымды 4-3-те етіп, квадрат етіп кесетін боламын. Кесіп дайындап қоямын. Әзірге біздің жуанымыз дайын болғанша осыны кесіп дайындап қоямын. Мінекей көлемін шамамен осындай қылсақ болады. Мінекей жұп-жұмсақ. Осындай квадрат қылып істейміз барлығын. Достар, мінекей жуанымыз дайын болды. Астын жай отқа қойып қойдым. Осылай кішкене ғана қыздырып алсақ, қуырып алсақ жарайды. Енді біз осының үстіне морковымызды саламыз. Араластырмаймыз, осылай қоямыз. Араластырудың қажет жоқ. Енді картопымызды саламыз үстіне.
Бұл тамақ бізде буда піседі. Ешқандай су, ештеңе құймаймыз. Енді достар, мынандай бір ыдысқа май құйып аламыз, иә. Осы майға біздің нанымызды, мінекей кубиктап кесіп қойған нанымызды батырып аламыз. Мінекей кәдімгідей молынан батырып алып, мына тағамымыздың бетіне мінекей мысалы қойып жатырмын. Шеттерінің бәрін жабатындай етіп, жақсылап жауып шығамыз. Егер нанымыз қалыңдау болып жатса, сәл-пәл созып жібереміз. Достар, мінекей дайын болды. Барлығын қамырымызды тамақтың бетіне бір тегістетіп дайындап жауып шықтым. Енді жай отта 1 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. 1 сағатта тамағымыз дайын болады. Достар, мінекей ровно 1 сағат өтті. Қазір тамағымызды түсіретін боламыз. Уже бұл толықтай 1 сағатта пісіп шықты. Үлкен ыдысқа түсіретін боламын. Осылай шетінен көтеріп, көрдіңіздер ғой, өзі алынады былай, ортасын майлағасын ешқандай жабыспай, өте оңай алынады. Осы алынған жерінен әдемілеп қойғыларыңыз келсе, осылай кішкене орап жасауға жеп болады. Достар, айта кететін нәрсе, картоп, морков, солардың ортасына мен тұз себуді ұмытып кетіппін. Сіздер ұмытпай себіңіздер. Жақсы ма? Мен ұмытып кеттім. Ештен кетпейді. Главное, қамырымызға тұз септік. Сондықтан қатты білінбейді ғой деп ойлаймын. Етіміз де біздің тұзды. Сондықтан сіздер ұмытпаңыздар. Мен ұмытып кеттім. Сіздер бірақ ұмытпауға тырысыңыздар. Жақсы ма? Осылай барлығын мінекей. Өте жұп-жұқа болған қамырымыз күшті. Барлығын осылай орап жасап шығатын боламын айналасына, мінекей. Осылай істеп шығатын боламын. Достар, мінекей біздің шымшыма тағамыз осымен дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Өте дәмді болды. Міндетті түрде дайындап, өзіңіздің жанұяңызды қуантыңыз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Мен үшін өте маңызды. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Күшті рецепттермен бөлісемін. Әзірге сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым.